Достар, видео басында кішігірім жарнама. Егер де сіздер өздеріңіздің дикцияларыңызды дамытқыларыңыз келсе, онда менің әдемі дауыс курсыма қатысуға кеңес беремін. Бұл курс арқылы сіздер өздеріңіздің дикцияларыңызды дамыта аласыздар, және де көптеген осы дикцияға арналған жаттығулармен танысасыздар. Егер де курсқа қатысқыларыңыз келсе, менің инстаграм парақшама өтіп жазсаңыздар болады. Небәрі курстың бағасы 2000 теңге. Ол жерде сіздер неше түрлі білімдермен танысасыздар. Сәлем достар, біз бүгін сіздермен артикуляциялық жаттығулар туралы айтатын боламыз. Және де артикуляциялық жаттығулардың ішінде біз алдыңғы сабақтарда айтқанымыздай тілге, ерінге, жаққа байланысты негізі жаттығулар болады. Соның ішінде біз сіздермен тілге арналған жаттығулармен таныстық, ал бүгін біз сіздермен бірге ерінге арналған жаттығуларды жасайтын боламыз. Олай болса, менімен бірге қайталаңыздар. Қазақтарда негізі таңдай қағу жаман ырым болып саналады, бірақ дикцияда бұл олай емес. Яғни таңдай қағудың сіздің дикцияңызға оң тигізер әсері бар. Ол қалай десеңіз, егер де сіз таңдайыңызды қаққан кезде сіздің тіліңіздің үзбесі созылатын болады, және сол арқылы сіз кез келген сөйлемдерді өте әдемі әрі анық айта аласыз. Сол үшін де анда-санда енді таңдай қағып тұруға, осы жаттығуды жасап тұруға болады. Бірге таңдайымызды онда қағып көрейік. Көріп тұрғандарыңыздай, таңдайларыңызды сіздер қаққан кезде сіздердің жақтарыңызда жаттығатын болады. Сол үшін де бұл жаттығуды міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл ырымға байланысты. Бізге көбіміз, яғни үлкен кісілер айтып жатады, жақты таянба деп. Бірақтан да біз бұл жаттығуды жасаған кезде үлкен кісілердің сөзін тыңдамауымызға тура келеді. Өйткені біз бүгін жақты таянып сөйлеп көреміз. Ең алдымен сіздер жақтарыңызды қолдарыңызбен былай тіреп тұрасыздар. Одан кейін барып кез келген өлең жолдарын, жаңылтпаштарды, кез келген сөйлемді айтсаңыздар болады. Бірақтан да бұл ретте сіздер міндетті түрде еріндеріңізді ғана қимылдатуларыңыз керек, ал тістеріңіз екеуі бір-біріне бірігіп, астыңғы және үстіңгі тістеріңіз бірігіп, қимылдамай тұру керек. Менімен бірге жасап көріңіздер, қалай жасау керектігін мен сіздерге көрсетемін. Ең алдымен жағымызды қолымызбен таянамыз, одан кейін енді сөйлемді айтамыз. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Арқада алтар қар бар, қырқада қырғар қар бар, қырғар қарда ағар қар бар, алтар қарда марқар қар бар. Достар, мінекей, бұл жаттығуды да сіздер күнделікті 3 реттен жасап қойсаңыздар жеткілікті. Жалпы достар, осымен бүгінгі біздің видеомыз аяқталды. Сабақтар сіздерге ұнаған болса, өздеріңіздің кері байланыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше аман, сау болыңыздар.